жақсы сөйлейді. Тигеліне. Қымбатты қадірлі қонақтар, ендеше Равшан Ходжаевтің ән кешін бастағалы жатырмыз. Тыныштық сақтайық, ары-бері жүріс-тұрыс болмасын. Баршаңыз шайғасып, жылы орындарыңызға отырыңыздар. Ендеше бүгінгі кешімізді бастаймыз. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қадірлі өнерсүйер қауым, ардақты ағайын, құрметті қонақтар. Бүгінгі кеш әуен мен әсемдіктің, өнер мен өрелі сезімнің, шабыт пен шынайылықтың тоғысқан ерекше сәті.
бұл ән арқылы жүрекке жол тауып, өнер арқылы көптің ықыласына бөленген талант иесі, ән әлемді өзіндік үнімен дара болмысын қалыптастырған Равшан Ходжиевтің жеке шығармашылық ән кешіне қош келдіңіздер. Ендеше, қымбатты қауым, бүгінгі Равшан Ходжиевтің жеке шығармашылық кешін ашып беру үшін біз сахна төріне қадірлі қонақтарымыз, Жетісай аудандық мәдениет үйінің басшысы Перизат Тәжібаева ханымды және Жетісай аудандық мәдениет үйі бөлім меңгерушісі Қаныбек Балғабаев мырзаны және мәдениет саласының үздігі Нұржамал Шілімтеуова ағайларымызды құрметпен сахна төріне шақырамыз. Бірлестігінің төрайымы Лаура Төребек қызын арнайы құрметпен сахна төріне шақырамыз. Мәдениет үйінің басшысы Перизат Тәжібаева. Құрметті өнер сүйер қауым, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Равшан, бүгін енді керемет іс-шара болып жатыр. Алғашқы нен ғой, концертің ғой. Равшанның бір өнер саласында бір ойы балар, орны бар өнерпаздың бірі. Бұл өзге ұлт болса да қазақ тілін өте жақсы меңгерген, қазақ тілінің әндерін керемет бір орындайтын дауыс иелерінің бірі. Равшанның кәсіби маман екенін, кәсіби дәрежеде ән орындайтынын барлығымызға білеміз. Сондықтан да бүгінгі шығармашылық табысын жоғарыдан көріне берсін дейміз. Жоғарыдан көріне берсін, деніне саулық тілейміз. Бұдан да үлкен сахнада, аудандық, одан қалса жаңағы облыстық, республикалық сахналарда концерт беруіне біз тілеулеспіз. Сондықтан да мына кішігірім біздің сыйлығымыз бар. Жаңағы аудан әкімінің алғыс хаты. Ендеше алғысқа Түркістан облысы Жетісай ауданы. Құрметті Ходжиев Руфат Буреевич, өңіріміздің мәдениет мен өнерін дамытуға қосып жүрген зор үлесіңіз үшін сізге шынайы алғысымды білдіремін. Сахнадағы шеберлігіңіз бен жүрекке жетер әндеріңіз арқылы халықтың ықыласына бөленіп, ұлттық өнердің мәртебесін асқақтатып келесіз. Сіздің бүгінгі шығармашылық кешіңіз көрермен қауымға ерекше әсер, рухани байлық сыйлайтын тағылымды кеш боларына сенімдімін. Алдағы уақытта да шығармашылығыңызға толағай табыстар, зор денсаулық және жаңа белестер тілеймін. Құрметпен аудан әкімі. Жетісай аудан әкімінің орынбасары Серік Пірімбеков. Кешірім сұраймын, Жетісай аудан әкімі Мамытов Серіктен алғыс хат. Дәл өшеді айтты. Дәл осы мәтіндегі алғыс хат арнайы құрметпен Болысбек Анарбекұлы, сізді 9 мамыр ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге табыс тілеймін. Құрметпен аудан әкімі Серік Мамытов. Құрмет, қошемет болсын. Болысбек Анарбекұлы. Болысбек Анарбекұлы мырза, болса келсеңіз сахна төріне. Болысбек Анарбекұлы бұл демеуші ғой, демеуші. Сіздерді осы қолдап, осы зағип қоғамын қолдап жүрген осындай азаматымызға алғыс хат аудан әкімі атынан. Рахмет, алғыс хаттарыңыз құтты болсын. Әрмен қарай Нұржамал Шілімтеуова ханым. Қайырлы кеш, құрметті ауыл тұрғындары. Сіздердің осынша біздің Равшанның концертіне, жеке шығармашылық кешіне
халықтың осынша көп жиналғанына қатты қуанып тұрмыз. Бұл өздеріңіздің Равшан жерлестеріңіз. Осы жерде, осы мәдениет саласында жұмыс істегеніне 20 жылдан асып қалды. 12 жыл? Енді мен қосып айтатыным бар 20 жыл деп та. Өйткені 20 жылдан аса жұмыс істейтін білем да, сондықтан айтып жатырмын 20 жылдық өтілі бар деп. Ал өзі оқушы кезінен бастап осы мәдениет үйінде жүрді. Мына біздің Тұрдымұрат ағай жетектеп талай іс-шараларға, байқауларға алып бар, дұрыс па? Осының бәрін білетін сияқтымын, сондықтан айтып жатырмын. Ал енді Равшан, айналайын, сенің дауысыңнан айналайын, еліңе, жеріңе деген сондай бір сүйіспеншілігінен айналайын. Қазақпын дейді ғой, менің жүрегім қазақ деп соғады дейді ғой. Сіздер білесіздер ма соны? Мен қазақпын дейді, менің жүрегім қазақ деп соғады дейді. Қандай керемет сөз саптастары. Жүрегі қазақ деп соққан, сенің сол жүрегіңнен айналып кетейін, Равшан. Саған тағы да шығармашылық, табыстар, шабыттар тілеймін. Құдай қаласа, республикадан одан да жоғары деңгейлерде көріне бер. Енді кеш қонақтары, бәріміз көңілдіміз ба бүгін? Көңілді кеш па, кәне шулайықшы. Рахмет. Келген қонақтарға алғысымыз шексіз. Біздің аудандық мәдениет үйінен директоры Перизат ханымға, бөлім меңгерушісі Қалибек ханымға және барлық келіп отырған қонақтар сіздерге, Абай мырзаға, жүргізуші, барлықтарыңызға алғысым шексіз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай мерекелік кештер тек қана бола берсін елімізде. Қош келіпсіздер. Көп рахмет. Алдында құрметті көпшілік, жаңа ауыл тұрғындары. Кешіріп қойыңызшы, Қаныбек ағай. Мынау біздің де жаңаға барлығы өздерінің сыйлықтарын беріп жатыр. Атақоныс мәдениет үйінің қызметкерлерінің атынан шапанымыз бар. Мінекей, осы шапанды қабыл аларсың, Равшан. Болды ма? Алдында құрметті ауыл тұрғындары, құрметті көпшілік, құрметті жастар. Бұл Равшанды біз мына кішкентай бала кезден танимыз. Осы Равшан бала кезден бастап осы сахналарда өлең айтқан, Тұрдымұрат ағай отыр осы жерде, оны шыңдаған. Одан бастап мына ауыл сахнасында өлең көрсетсе, кейін ауданға көтеріліп, бірте-бірте облысқа шығып жатыр. Міне республика деңгейінде орындалып жүрген әндері бар міне. Жалпы мына Равшан, Құдайшана шығармашылығына сабық тілейміз, Құдай қаласа. Тек шығармашылығында шыңдай бер. Құдай қаласа мына артыңнан енді мына жастарды тәрбиелеп, жастарды да осындай үлкен сахнаға шығара бер. Құдай қаласа мына кешің той болып өтіп, Құдай қаласа мына қызықты бола берсін, кешің жалғаса берсін айтайын. Армысыздар, құрметті қонақтар. Равшан ағай, кешіңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын, бақытты болыңыз. Біз сізге мақтанамыз. Мен Түркістан облысы филиалының Жетісай ауданының атынан, өзімнің атынан алғыс хатымыз және сый-сияпатымыз бар. Біз сізбен мақтанамыз. Әрдайым өнер жолында қанатыңыз талмасын. Рахмет сізге көп-көп. Рахмет. Ендеше Қазақ Заректор қоғамдық бірлестігі алғысқа құрметті Ходжиев Руфат мырза. Сізді Қазақ Заректор қоғамдық бірлестігі Түркістан облысы филиалы Жетісай бастауыш ұйымы атынан ұйымдастырылған концерттік кешіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Өнер жүректің тілі, ал сіздің орындауыңыз сол тілдің ең нәзік, ең шынайы үні. Сахна төрінде шырқалған әрбір әніңіз көрерменнің көңіліне шуақ сыйлап, рухани әлемін байытады. Сіздің шығармашылығыңыз қоғамымыз үшін үлкен мақтаныш. Осындай игі кеш арқылы көңіліңізге қуаныш сыйлап, өнердің құдіретін паш еткеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Алдағы уақытта да шығармашылық табыс, зор денсаулық, толағай жетістіктер тілейміз. Өнер жолыңыз әрдайым биіктей берсін. Ізгі ниетпен Жетісай бастауыш ұйымының өкілі Жұмабаев қарсы алыңыздар.
Дәл осы мәтіндегі тағы да арнайы алғыс хат құрметті Ходжиев Руфат мырзаға құрмет қошемет болсын. Рахмет. Мен арнайы бір естелік суретке түсуге шақырамыз. Марапат құтты болсын. Рахмет. Өнер адам жанын тербейтін тылсым күш, ал ән көңілдің тілі, жүректің үні. Сол ән арқылы көрерменнің ықыласына бөленіп, халықтың жүрегінен орын алған өнер иесінің шығармашылық жолы ізденіске, еңбекке, шабытқа толы тағылымды жол. Бүгінгі кеште сіздер тек ән тыңдап қана қоймай, өнердің шынайы болмысын, сезімнің сырлы иірімдерін, ән мен өмірдің үндестігін бірге сезінетін боласыздар. Бұл кеш өнерпаздың шығармашылық белесі ғана емес, көрерменмен қауышқан рухани жүздесуі, ән арқылы сырласқан әдемі кездесу. Кеш тағы да құтты болсын. Ендеше сахна төріне елімізге белгілі әнші, бүгінгі кештің егері Равшан Ходжиевті сахна төріне шақырамыз. Тұмамағали Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Көктемді сағындым». Қарсы алайық, қол соғайық, тамсанайық. Sağında
Осы көктемі сағынды мәнін қымбатты қылайық. Шаншар Әзіл-Сақ театрында көгілдір экран алдында Равшан Ходжиев мырза осы әнді орындаған болатын. Қошемет, құрмет жасап қойыңыздар. Келесі Зікіре Қожаның сөзіне жазылған Мұхит Қасқырбаевтың әні «Ұнатамын». Сахнада Равшан Ходжиев. Жалындаған жас жанымды тез ұқпадың. Кеттің мен енді жара жүректі қалайша шұбатам жүзімдегі қасиетті мен ұнатам. Жалындаған жас жанымды тез ұқпадың. Равшан Ходжиев, қошеметтеріңіз болсын. Рахмет. Көңілге қалай, қымбат көрермен? Ағыл болмас. Рахмет. Ендеше біз сахнада тағы керемет этно-фольклорлық ансамблі. Қарсы алыңыздар, мереке құтты болсын.
Aşık
Тәжігетнал фольклорлық ансамблі құрметті қызметтеріңіз болсын. Тамаша. Бұл қошеметке біздің келесі әншілер шықпайды ау. Бұдан да бір қаттырақ болады ма? Бір Атақонсын қошемет өте жақсы деп еді. Атақоныс! Рахмет, дәл осындай әдемі көңіл күй болсын. Бүгінгі кеш әрине барлығы сіздер үшін, сіздердің құрметтеріңізге. Мен енді сахна төріне керемет тағы да бір өнер иелерін шақырғалы жатырмын. Осы Равшан Қожаев ағамыздың өнердегі өмірдегі інілері, Мақтаарал аудандық мәдени түйіннің үздік әншілері, ауданымызға белгілі әншілер, алдарыңызда Акош, Сакош, қарсы алыңыздар. Тұрғындары, ағаларымыз, інілеріміз,
Odan bölek mына Жетісай аудандық мәдениет үйінің әріптес ағаларымыз, әпшелеріміз. Құрметіңізге рахмет. Соншалықты бүгін енді Равшан ағамыздың бүгін жеке шығармашылық кешімен шын жүректен құттықтаймыз. Равшанға келген енді әкеміз білен bir 15 yildirki yaxshi aka ukamiz ham ijod yo'lida sizni shu san'at yo'lidagi faoliyatingiz, fidoyiligingiz deydi-yu, mehnatingizni qadrlaymiz, kerak joylarda birga maslahatlashamiz, omon bo'ling. Endi bu mahallayimiz uchun begona emas, ko'pchilik xonadonlarga xizmatga kelganmiz, nom-tuzlaringiz yeganmiz. Hurmatlaringizga yana bir bor rahmat. Endi Akosh keldi deganda endi bugun to'y emas, bir shaxsiy avtorskiy qo'shiqlarimiz bilan davom ettirsak, konsert aka muborak bo'lsin. Marhamat. Biz endi bir ikkita qo'shiq aytib bersak, marhamat. Bitta qarsak chalib qo'yinglar, o'zimiz shunday omon bo'linglar. Kechamiz javob beramiz, marhamat. Qo'shiqlarimizni Sevmadim seni, kuning gumonlarga to'lmasin. Balki o'zingga teng ko'rmading meni, seni yo'qotganda xafa bo'lmasin. Qalbimni buncha qo'rqinli go'zalim, qalbingdan qalbimni yo'lma go'zalim, yolg'onchi batdan kulma go'zalim, seni topganlar xursand bo'lmasin. Davom etamizmi? yurak javohlardan
қаттырақ. Көңіл күй жақсы ма? Бір алдын ала тағы да бір сіздердің дауыстарыңызды естіп қояйықшы, онша қошемет қатты болмай жатқан сияқты. Бір музыкасы көрейінші. Атоғонас! Рахмет, әдемі кеш. Бұның барлығы сіздер үшін керемет кеште әдемі рухани азғалды. Өнер иесі шақырғалы жатырмын, қадірлі. Біздің өнердегі ағамыз Қазақстан Республикасына белгілі әнші, Қазақстан эстрадасының жарық жұлдызы Асан Пердешев. Рахмет, кешірім сұраймыз, кішкене техникалық ақаулар болып жатыр. Әдемі кеш, әдемі мерекеміз осындай Атақоныс ауылы, жалпы осы Жетісайдан қаншама осында Равшан Ходжиев ағамыздың ән кешіне келіп жатыр. Тағы да осы ағамыздың атынан баршаңызға үлкен алғыс білдіреміз. Бүгін ғана емес, әр көрген сәттеріңіз, әр көрген күндеріңіз осындай әдемі көңілді кеш болсын, қымбатты ауыл тұрғындары, ауыл қонақтары. Бұның барлығы әрине осы Равшан Ходжиев ағамыздың керемет сыйлап келген құрметтеріңіздің арқасы. Осыдан 10 жыл алдын осы Равшан ағамыз осы мәдениет үйінде концерт берген болатын. Енді осы жерде біраз аналарымыз, ағаларымыз білсе керек. Сол кезде де біраз өнерпаздар келіп өнер көрсеткен болатын. Сол кезде бізде жүргізуші болған ек. Міне арада 10 жыл өтіп, тағы да бір жеке ән кешін өткізіп жатыр. Тағы да Равшан ағамызға әдемі кешін құтты болсын деп бір қошемет қосақ қояйық. Рахмет, менен аяңа бір қошеметтеріңізді орып отырсаңыздар болды. Оңғана дайын болсақ, 1, 2, 3, оңғана! Молодец. Күшті. Сол қанатты көрейік енді. Сол қанат әдемі көңіл күйді білдірейік. Дайын болсақ, 1, 2, 3, сол қанат! Рахмет, көбелегенлерге үшін шапала құрбады кәдімгі. Мықты болады. Қошемет аз жерде өнерпаз Славий болады. Бүгін Славий болады, кеш емес. Сіздердің қошеметтеріңіз біздер үшін өте маңызды. Өмір жыры таусылмасын мәңгілік, тұрсын алдан арайланып таң күліп, бақыт болсын әрқашанда жолығар, шаттығыңыз таусылындай молығар. Осындай әдемі кеш тағы да құтты болсын. Ендеше дайын болсақ, сахна төріне жота сіздердің қошеметтеріңіз аз болып жатыр. Сахна төрінде өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз Қазақстан эстрадасы жарық жұлдызы Асан Пердешев. Саған деген сезіміме сенбегенім жүрегіме батты, жүрегіме батты. Жыласа да жүрегім амал сені ұмытамын. Сезімімді сен үшін жарап жүр, енді суытамын, енді суытамын, сені ұмытамын. Басқаға арнағаның жүрегіме батты, бақытым болып қасымда қалмағаның жүрегіме батты, жүрегіме батты. Үмітімді үзілген жалғамадың жүрегіме батты, сүйемін деп сен мені алдағаның жүрегіме батты, жүрегіме батты. Жыласа да жүрегім амал жоқ.
sen үшін шарам жоқ, енді суытамын, енді суытамын. Жыласаның жүрегім мамаша, сені ұмытамын. Сезімімді сен үшін шарам жоқ, енді суытамын, енді суытамын. Сені ұмытамын. Бәрекелді, ассалаумағалейкум. Сіздермен дидар көрісіп отқаныма Аллаға сансыз шүкіршілік етемін. Араға қаншама жылдар салып, мына Ровшан бауырымыздың бір елге есеп беру кеші ғой енді. Өткенде бізге айтқан болатын, осындай ауылыма өзінің туған жерім. Әдемі бір есеп беру кешінде өткізсем, Асан өткенде осыдан 10 жыл алдын берген кезінде келіп едім ғой, тағы да бір келіп осы бір концерттің қонағы болшы деп еді. Сіздердің ауылдарыңызға қонақ болып келіп отқаныма қатты қуаныштымын. Малжан аман ба? Тыныштық па? Гүл әкелдің ба? Жерге оқып қойсын. Рахмет. Мамаңа бер, мамаңа. Рахмет. Осы елмен амандасу мақсатында ассалаумағалейкум деген жаңа ән жазып едік. Сол ән тартып өтейін, сіздер қошеметтеп қолдап отырыңыздар. Ассалаумағалейкум, қабыл алыңыздар. Сезімімді ән қылып арнап өздеріңе, жүрегімнің сырларын ашып едім, жүрегімнің сырларын ашып едім. Аналарым ардақты аталарым, қабыл болсын маған берген баталарым. Ақ тілекпен қолдаушы қалың елім, шапанаттан қымбат қой шапаларым. Шапанаттан қымбат маған шапаларым. Өздеріңіз баға беріп әлімізге, тілеп жүрген сіздер әлі бізге. Алғыс айтам өнер сүйген ағайынға, алғыс айтам мен де келген бәріңізге, алғыс айтам мен де келген бәріңізге. Аналарым ардақты аталары, қабыл болсын маған берген баталарым. Ақ тілекпен қолдаушы қалың елім, шапанаттан қымбат қой шапаларым. Шапанаттан қымбат қой шапаларым. Өздеріңізбен амандасу деп түсінесіздер. Бір билеп аламыз ортаға шығып. Сәл қызбай жатыр, Көңілді кештің көрген ары қарай көк көрлетейік, ортада көңілді би болсын. Махмұт Намазов ағамыздың әніне Мұқағали Мақатаевтың сөзі 30-дан асып барамын, қабыл алыңыздар. Тек қана сіздер үшін. Ортаға биге шықсаңыздар болады. Кеш құтты болсын. Махаббат бар қарағым, махаббат болған менде, менде барған ақ қолдар қонған көкте, аңғыр тоңған
бар биде далам қандай ғана аман соңынан еріп барамын солай да солай қарадым көңілдің таппай қаламын жастың жұқпай жалауы осыдан асып барамын тамаша мына биіктеп жатқан ағаларыма қызығып жатыр осы ағаларымның құрметіне тоқтатпай ақ қойып жіберші ата қоныстың тағы да бір жұлқыма биі болсын балжанай деген ән бар еді балжанай аямай жанай сендегі қалай ғашық еттің мені өзіңе сен қалай балжанай балжанай сендегі қалай ғашық еттің мені өзіңе сен қалай сұрамайсың сен менің халімді дейсің сұрамайтын халімді бұл тілің дейсің білесің бе мен саған ессіз ғашықпын ессіз адам қалайша ақылын жейсің балжанай балжанай сендегі хал қалай ғашық еттің мені өзіңе сен қалай балжанай балжанай сендегі хал қалай ғашық еттің мені өзіңе сен қалай алматының сұлуы жаным балжанай ұқсатамын өзіңді ақордаңа қайтып сені сүйген жүрегім жанып кетердей от сезімін өзіңде ән қылардай балжанай балжанай сендегі хал қалай ғашық еттің мені өзіңе сен қалай балжанай балжанай сендегі хал қалай ғашық еттің мені өзіңе сен қалай тоқтамаңыз балжанай балжанай сендегі хал қалай ғашық еттің мені өзіңе сен қалай балжанай балжанай сендегі хал қалай ғашық еттің мені өзіңе сен қалай балжанай балжанай сендегі хал қалай ғашық еттің мені өзіңе сен қалай балжанай балжанай сендегі хал қалай ғашық еттің мені өзіңе сен қалай балжанай балжанай сендегі хал қалай ғашық еттің мені өзіңе сен қалай балжанай балжанай сендегі хал қалай ғашық еттің мені өзіңе сен қалай Рәке, келіңіз. Пәске қарай, мына жақта лестница бар. Інім, ұлдарыңыз, ауылдастарыңыз, жерлестеріңіз, менің жақсы көретін өнердегі ағам, әрі досым. Жасы жағынан үлкен ғой, сол үшін аға дейміз. Өнер жағынан да үлкен, бізден ертеректе бастаған ғой бұл кісілер. О, баяғыда гитарамен өлең айтатын. Біздер мектеп оқып жүрген кезде. Дауысы өте жақсы. Осындай азаматтар елде шыға берсін, осындай азаматтар аман болсын. Бұл кісінің папасы бар кезде біз білетінек үйіне келіп қонақ болатын қандай жайлы бізге. Шында өзіміздің бір ауылымызға еркелеп келгендей сондай күй кешіп кететінбіз. Табиғаты қандай керемет сіздердің тұрып жатқан жерлеріңіздің. Біз мақтанамыз осындай жерлермен. Білерде қаншама аналарымыз келіп отыр екен, аяулы аналарымыз, осы аналарымызға арнап та әдемі ән айтып берсек болады. Негізі жаңа ең басында ана туралы мен бастайын деп едім, ана ұйымдастырушылар махаббат туралы мен баста кішкене биледі деп неғаннан кейін терлеп алайық деді, жақсы терледім ей.
түнде терезе ашық қапты да, сәл жел кірген екен, суық тап қалған екен. Мына терлегеннен кейін зор болып қалдым қазір. Көзім ашылып, рахат түсіп. Баспанаға шығады, иә. Біз ауырып қалсақ, бізді емдейтін сіздер ғой. Ойсын терлесек емделіп қаламыз, жақсы болып қаламыз, укол салдырмай-ақ. Кейде терлепсе дәрі ішіп осылай терлей алмаймыз. Бірақ сіздердің алдарыңызда осылай терлеп атқанымызға қуанамыз. Жолдарыңа аппақ қып гүл шашайын анашым, сырларымды таппақ қып жыр жазайын анашым. Өзің едің ұқтырған өмірдің арқасын, сенен артық өмірді жандаппадым анашым. Анашым, анашым, сағындым сені шын. Анашым, анашым, әнімде сен үшін сырында бәрі де есен үшін. Біреулер жүр ананың бағаламай бағасын, бір күн келіп зар болар бір көруге анасын. Есің болса езілтпе анашымның жүрегін, аянбайды онсыз да бір сен үшін жүрегін. Анашым, анашым, сағындым сен үшін. Анашым, анашым, әнімде сен үшін. Әнімде сен үшін, бәрі де сен үшін. Рәкеңден сұрап жатырмын, ана туралы ән болса айтып бер десем, қазір есіме түспей тұр дейді. Тәжікше болса да айта бер деймін да, біздің түсінеміз сәл-сәл. Кән? Равшан, бар ма? Қандай өлең бар? Біреу жіберші. در جهان مثل مادر کسی نیست و دل نزدیک، مادری نورانیم به تو خیال رو چا کنم. زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا. زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا. رحمت Равшан қоши, қошамет деп қойыңыздар. Рахмет, Равшан. Братан. Түп-түзу дені сау жүрген адамдар осындай концерт істемей жүр. Мына Равшанға мен өте риза болып жатырмын. Алла разы болсын, аман болсын. Дүние тұрғанша тұр, Равшан. Келесі әнді осындағы отырған Асқартау әкелердің, аяулы аналардың құрметіне арнағым келіп тұр. Жұмақтың кілті ананың табанының астында дейміз ғой. Осы табанының астындағы жұмағымен қоса аналарымыз Асқартау әкеміздің қолында екен, оны да ұмытпауымыз керек. Сондықтан осындағы отырған Асқартау әкелерімізге, аяулы аналарымызға өзімнің ата-анама жазған ата-анама бір ән деген ән бар еді, сол әнді тарту дейін. Мүмкіндік болса, аяулы аналарыңызды, Асқартау әкелеріңізді құрметтеп ортаға вальске шақырып осы сәтті пайдалансаңыздар болады. Қалаңыздар, ата-анама бір ән. Ата-аналарымыз үшін бір қатыра қошемет. Самайыңа ақ түстім мен, ана жаным. Соны көріп мұңайып тұр балапаным. Мен үшін Асқартауым, әкетайым. Ағарғаның шашыңыздың қаламадым. Әкетайым,
әкетайым ана жаным барлық бақыт жанарымда ана жаным жәннат сенің табаныңда ана жаным ата-анамыз аман болсын. Рахмет. Міне көрермен, ендеше осы концертіміздің арасында тағы да арнайы осы Равшан ағамыздың мерекесімен, әдем кешімен құттықтағалы келіп отырған мырзалар мен ханымдарымыз бар. Мен сол кісілерді арнайы құттықтау сөзге сахна төріне шақырайын. Мектеп директоры арнайы құрметпен Құрбан ағамызды сахна төріне және заң саласының үздік маманы, заңгер Әмірхан Амангелдиев ағамызды арнайы құрметпен және мәдениет саласының үздіктері Асқата мәдениет үйінің басшысы Гүлфар апайымызды және Қазбек би ауыл округы мәдениет үйінің басшысы Ұлболсын апайымызды және Жолдасбай Ералиев ауыл округы Арай ауылдық мәдениет үйінің басшысы Ақжархан апайларымызды арнайы құрметпен сахна төріне шақырамыз. Құрмет жасақпаймыздар. Ал Равшан баламыздың бұл Равшанды бұл мәдениетке қызметке тұрмай тұрып танимын. Мен өзім титтей кезінен сахнаға шығып, өз өнерін осы халыққа бағыштап келе жатқан өнердің бір азаматы. Ендеше бүгін міне ауыл болып, ел болып, осындай Равшандай ұлдарыңыздың өнерін тамашалауға және өнерін бағалап келіп отырған сіздерге үлкен алғысым шексіз. Осы мәдениет үйіндегі қызметкерлерге де үлкен рахметімді айтамын. Міне ортамда жүр жақсы адам деп, жақсы адамның жақсылығын өзінің орталарында жүрген кезде бағалап, осындай іс-шараны ұйымдастырып отырған үлкен алғысымыз шексіз. Равшанға бұдан да қанатың самғай берсін, өнерің талмасын, өмірде жолың ашық, үлкен азамат бол деп тілегімізді білдіреміз. Енді мына өнерсүйер қауым өнерді бағалап, енді оқушылар сәл шуылдап жатыр, енді тілегімізді тыңдамай жатыр. Дегенмен Равшан бар жақсылықты тілеймін. Қанатың талмасын, самғай бер, әнің шарықтай берсін. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Міне бүгін Равшанымыздың, бауырымыздың керемет шығармашылық кеші болып жатыр. Өте керемет. Равшан, сізге өте биіктен көріне беріңіз, деніңізге саулық, отбасыңыз аман болсын. Тек осындай биіктен көріне беріңіз. Қайырлы кеш, құрметті Атақоныс ауыл тұрғындары және кеш қонақтары. Міне бүгін керемет концерттің куәгері болып отырмыз. Мен Равшан ағамыздың ініміз болады ғой енді бізге. Мен сізді бірінші Мұхит Қасқырбаев ағамыздың концертінде көріп, сол жерде сіздің даусыңызды ұнатқан едім. Содан бері сіздің өнеріңізге басым дейіп, әндеріңізді тыңдап келемін. Сізге шығармашылық табыс тілеймін және биіктерде самғай беріңіз. Және осы құрамға мәдениет саласының ардагері Мұратов Тұрдымұрат ағамыз арнайы құрметпен сахна төріне келіңіз. Ал кеш жарық Атақоныс ауылының халқы, мынау біз бүгін сіздердің ауылдарыңызда, мынау сіздің ауылдан шыққан белгілі өнер иесі Равшан Ходжиев ініміздің шығармашылық кешінің куәсі болдық. Мынау шығармашылық кеші өте биік дәрежеде ұйымдастырылған. Мына кеш қонақтарына рахмет. Мынау енді өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл кісінің дүниеден өткен анасын, әкесін, енді анасы облысқа белгілі болған азаматша болған. Ал енді сол текті жерден туылған азамат. Мынау Раушанды мен осы 2020 жылдан кейін бастап тани бастадым, ата-анасын білетін едім. Енді жақсы жігіт, бүгін осы
кешке қонақтардың жиі келуіне мына сыйлап менің нағашым Асан Пердеш келіп осы қонақтың қыздырып отқан және де осы ауылдағы танылмаған таланттар дейді ғой. Мына тәжік этно ансамблінің азаматтарының әні өте қатты ұнады. Осындай бүгін кешті ұйымдастырып отқан бәріңізге рахмет. Мынау ініміз биіктен көріне берсін. Енді жаңа да айтып кетті ғой, бұл кісі біз танымайтын кезде Әзіл Ысқақ Шаншар театрының арқасында Алматыда сахнада ән шырқаған, содан бастап біз көріп сырттай танитын едік. Кейіннен мынау қазіргі күнде жақсы араласып кеттік. Биіктен көріне бері, қанатын қалмасын, біз істеп қуанышында, жасында қонақ болайық. Саламатсыздар ма? Құрметті Атақоныс ауылының тұрғындары, құрметті қонақтар, апайлар және Жетісай мәдениет үйінің қызметкерлері. Міне бүгін ініміз Раушанжанның шығармашылық кешіне қош келіпсіздер деп айтамын. Раушанды мен қарап еске алғанда мен тек қана тарихы еске келеді, тарих есіме келеді. Өйткені Раушан өткен ғасыр 90-шы жылдарынан есімде бар, осы мәдениет үйінде келіп, осы жерде ол кезде Европа әндері, орыс әндері, дискотека деген нәрсе болатын еді. Осы жерде музыкамен билеп, дискотекада билеп, музыка жанрымен бір хил билегенде балдар таң қалатын еді. Сол кезде ол жап-жас бала болған кезде өнерге деген қызығушылығы сол кезден басталғанына мен ешқандай күмәнім жоқ. Алғашқы басталу өнерге деген қызығушылығы Раушанның сол күндерден басталды, 90-шы жылдардан. Раушан көптеген тәжікше, өзбекше, қазақша, орысша әндерді сүйіп орындап жүрген әнші. Ол көптеген ауылымызды бірнеше жыл мына ауылдың тәжік тойларында, ауылымыздағы тәжік ұлтының тойларында, қуанышты күндерінде тойларда қызмет етіп, өзінің өнерін көрсетіп, халықтың көңілін көтеруге де үлесін қосты. Міне соңғы бір 12 жыл, өзі айтпақшы 12 жылдан бері Жетісай мәдениет үйіне қарасты осы Атақоныс мәдениет үйінде қызмет етіп, өзінің көптеген өнерімен, өзінің жақсы пейілімен міне осы ауылға танымал болып жүріпті. Раушан, сенің мынау одан кейін де мына осы қызметте аудан ары қарай жұмыстарға табыс тілеймін. Денің сау болсын. Міне өнерде бұдан кейін де жоғары шығармашылық әндерді орындап, халыққа қызмет етіп жүруге тілектеспін. Барлықтарыңызға міне бүгінгі осы Раушанның шығармашылық кешіне келіп, уақыттарыңызды аямай келгендеріңіз үшін сіздерге ризашылығымызды білдіреміз. Ал әріптестерімізге барлығына үлкен рахмет сіздерге де. Раушанды жетектеп, осында не қылғанда. Мен және бір нәрсені айтып, қызықты нелеріне айтайын. Марқұм мамасы Нарбебе апа Давроновна жиі келіп, осы мәдени іс-шараларымызға қатысатын еді ол кісі. Қатысқанда Раушан туралы сөйлеп, Раушан қашан болса да осы мәдениет үйіне жұмысқа кіруіне Тұрдымұрат өзің атсалыс. Мен осы жерде Раушан істейтінін өте қалайын деп айтты. Міне осы кісінің айтқандары орындалды. Рахмет. Қайырлы кеш, құрметті Атақоныс ауылының тұрғындары, Атақоныс ауылдық мәдениет үйінің қызметкерлері, мына келген қонақтар, біздер мына көрші ауылдан, көрші мектептен келіп отырмыз, оқушылармен келіп отырмыз, балдарымыз, немелерімізбен келіп отырмыз. Себебі Раушанның мына шығармашылығына сүйсініп тыңдаймыз, телевизорда кейде көреміз. Енді мына Раушан деген есімінің өзімен бір басқаларда ерекше болсын менің әңгімем. Раушан деген сөзді бізде мына Роза Әтіргүл дейміз ғой, Раушангүл. Жоқ, бұл жігіттің есімі өзі мына Құдайдың өзі әдемілеп туырлап берген екен. Мына басқаларға нұр таратсын, жарығымыз шарт жүрсін,
раушан адамдардың жолы раушан болсын дегендей, шароғи раушан деп тәжік тілінде айтылады. Мына нұрды, жарықты тарататын шам сияқты деп әдемілеп қойған екен. Бүгінгі мына туристалық кешінде біз өте мына оқушыларын әсіресе қарап отырдым. Өте үлкен бір әсер алды. Мына келген аудандық мәдениет үйіні қызметкерлеріне, мына Атақоныс мәдениет үйінің қызметкерлеріне, мына қонақ болып тұрген келген Асан Пердеш күнімізге акош деді. Барлығы мына бұл кештің сәнін ашты. Абай інімізге рахмет, кереметтей өткізіп жатыр. Біз Раушан менен мақтанамыз. Раушанға сәттілік. Рахмет, Құрман аға, жалпы әріптестер, ағалар мың рахмет. Бір арнайы бір суретке түсіп алсаңыздар болады бір. Бір жақындап тұрыңыздар, бір бүгінгі кешімізде әдемі бір сурет болсын. Мәдениет саласының үздіктері, заң саласының үздіктері және Қарой жалпы білім беретін мектебінің басшысы міне Құрбан ағайларымыз, мәдениет саласының ардагері, Равшан ағамыздың ұстазы, Тұрдымұрат ағайлар, мың да бір рахмет. Жайғасуларыңызға рұқсат, мың рахмет. Концертіміз аяқталған жоқ, соңына дейін әдемі концертіміздің куәсі болыңыздар. Бізден арнайы сахна төріне көрші елімізден, көрші мемлекеттен келіп жатқан Өзбекстан Республикасының халық артисі, арнайы осы бүгінгі Равшан ағамыздың кешіне ат басын бұрып келіп отырған Азизов Искандар ағамызды сахна төріне құрметпен шақырамыз. Çeşmesi yana, bir ömür oldu
gülizar. Endi mana shu assalomu alaykum. Mana shu yerda qishloqni ahli, mana shu yerda taniydigan, mana shu mehmonlar va mezbonlar barchalaringni bugungi kun bilan tabriklayman. Mana shu Ravshanjon biz sherik bo'lib kelyapmiz. Shu nimada katta tadbirlar bo'lsin, biz kelamiz. Ravshanga omadlar tilaymizda, oldiga qo'shib biz qatda bo'lsak ham sog'inamiz. Yetisoyni. Yetisoy degan qo'shig'im bor mana. Yoshlar uchun.
қошемет құрметтеріңіз болсын. Рахмет. Көңілдеріңізде шығып жатыр ма? Тамаша, шын жүректен ризамыз. Ендеше қымбатты қауым, қымбатты көрермен, назарларыңыз енді экранда болсын. Арнайы дайындалған бейнероликке назар аударыңыздар. 10 марта 1955 года, в один из самых урожайных годов, родилась Нурбиби Ходжаева. Женщина, чья жизнь стала воплощением силы, ответственности и безграничной доброты. В тот год земля была особенно щедра. Во дворе их дома лежали горы зерна, кукурузы, сена. Все вокруг говорило об изобилии и благословении. Бабушка позже вспоминала, она родилась в баракятный год. Такая девочка не могла быть обычной. В ней уже была судьба. Нурбиби появилась на свет в семье агронома Даврона и домохозяйки Жаухар и стала первым ребенком из 12 детей в большой семье, где на плечах матери лежали дом, хозяйство и младшие дети. Однажды в суете повседневных забот мама долго не снимала с нее обуви, и лишь когда девочка начала показывать, что ей больно, заметили, ее ноги покрылись глубокими мозолями. Этот случай словно стал символом ее ранней закалки. С возрастом Нурбиби стала настоящей опорой семьи. Она умела организовывать людей, распределять обязанности, следить за порядком. Самую тяжелую работу всегда брала на себя. Рубила дрова, топила печь, ухаживала за скотом. Ее лидерские качества проявлялись еще в школе. В 6 классе, помогая отцу на сборе хлопка, она сумела организовать десятки людей, выстроив четкую систему работы и контролируя процесс. Тогда председатель колхоза, наблюдая за ней, сказал ее отцу: из нее вырастет большой человек. И отец всегда в нее верил. Нурбиби училась отлично. В 10 классе ей предложили продолжить обучение в Москве, но отец не отпустил ее так далеко. Тогда она настояла на образовании ближе к дому. И в 1973 году она поступила в Ташкентский нархоз на экономический факультет, который окончила с отличием. Она вышла замуж по любви, и вместе с мужем они стали одной из самых красивых и уважаемых пар в своем селе. В их семье родились 3 детей: Эльмира в 1978 году, Равшан в 1982 и Индира в 1983 году. Рождение сына Равшана стало для нее тяжелым испытанием и одновременно доказательством ее невероятной силы. Он появился на свет очень слабым, весом всего 900 граммов, и врачи почти не оставляли надежды. Но Нурбиби не приняла этот приговор. Она боролась за его жизнь с полной самоотдачей, ухаживала, лечила, искала любые возможности помочь. Когда стало ясно, что ребенок не видит, она вместе с мужем продала машину и отправилась в Москву к лучшим специалистам. Она была готова пожертвовать всем, даже своими глазами, лишь бы ее сын увидел этот мир. Благодаря ее настойчивости и лечению зрение удалось частично восстановить. Сегодня Равшан музыкант с тонким слухом и глубоким внутренним миром. Несмотря на собственные трудности, Нурбиби всегда находила силы помогать другим. Она выдала замуж около 40 пар. К ней приходили за советом, поддержкой и надеждой. Одним из самых тяжелых испытаний в ее жизни стала история с хлопком. К ней обратилась женщина, представилась инвестором и предложила организовать сбор хлопкового волокна для экспорта в Чехословакию. Биби поверила ей. Она собрала более 100 тонн хлопка, приняла урожай у людей и передала его без полной оплаты, только на доверии. Но эта женщина оказалась мошенницей и исчезла. Вся ответственность легла на плечи Нурбиби. Она не отвернулась от людей. В течение 5 лет она сама выплачивала долги из собственного кармана, около $100 000. Люди понимали ее положение и уважали ее за честность. В других подобных ситуациях многие не выдерживали давления. В большинстве случаев все заканчивалось трагедией. Нурбиби выдержала. Ее спасла сила воли и внутренняя уверенность в том, что выход есть всегда. Она не позволяла трудностям сломать себя, действовала спокойно, разумно и находила решения даже там, где казалось, их не существует. У нее был редкий дар чувствовать людей. Интуиция, мудрость и искренность помогали ей направлять других. Благодаря ей люди находили жилье, открывали бизнес, справлялись с жизненными трудностями. Ее жизненное кредо было простым: добро спасает мир, и она жила так каждый день. Она не умела жить только для себя. К ней обращались, и она помогала. Легко расставалась с материальными вещами, могла подарить украшения, одежду, отдать ценное тем, кто нуждался, или просто искренне восхищался. Когда близкие уезжали за границу, она отдавала им самое дорогое, от души, без сожаления. Она жила щедро и открыто, ни за что не держалась. В ее поселке и в районе ее уважали настолько, что при ее появлении люди вставали с мест. Ее слово имело вес. Будучи дочерью таджикского народа, она стала своей для всех, благодаря справедливости, силе и преданности людям. В 2012 году Нурбиби Ходжаева баллотировалась в депутаты в Южно-Казахстанской области, Махтааральском районе, селе Жанау. Ей не хватило всего
всего одного голоса до победы, но даже это не изменило главного. Для людей она уже давно была настоящим лидером. Для своей семьи она была опорой, для других – надеждой. Все, что у нее было – силы, время, возможности – она отдавала людям. Нурбеби Ходжаева – это история о женщине, которая выбрала путь добра и прошла по нему до конца. Ана бұл өмірдегі ең аяулы, ең қасірлі, ең мейірімді жан. Ана дегенде жүрек елшіреп, көңілге жылулық ұялайды. Өйткені жүрегінің төрінен анаға деген сағыныш пен құрмет ешқашан өшпейді. Ананың ақ сүті, әлдейі, мейірімі мен махаббаты әр адамның өмір бойы сарқылмас қазынасы. Бауыржан Кетебектің сөзіне жазылған Мұхит Қасқарбаевтың әні «Жан ана» орындайтын Равшан Ходжиев, қарсы алыңыздар. Жарық әлем ғұмыр сыйлады, бесі жырын жырлады. Жанымнан арайлы мейіріңе арналады нұрланып. Жанымнан арайлы мейіріңе арналады нұрланып. Ұйқымды түнгі төрткілге әлдимен түн өткерген парызымды мен қалай өтеймін, маған шаттық әперген бұл өмірге әкелген. Әлмен күйген жастай баулыдым, жоқ болсын деп қайғымын. Жанымнан тек сені тілегенде ән әлемі бар бүгін. Жанымнан тек сені тілегенде ән әлемі бар бүгін. Ұйқымды
Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Өкінбесең» орындайтын Равшан Ходжиев, сүйемелдеуші Ерлан Әзілбаев. Кәнігі. Күңсіз болмас дүние, түнсіз болмас. Ғашықта қуаныш боп сезілгенмен, махаббат ешқашанда мұңсыз болмас. Тірліктің талай гүлі солғанменен, тағдырдың талай мұңы өмірге келгеніне өкінбесең, өкінбесең, өкінбесең. Ла 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 ла. Birlikte. La 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 la. İşte birisi. La 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 la. Бар қызығын өмірдің ала алмасын, қуаныш боп мәңгілік шара алмасын. Жарқырап айлы түнде жұлдыздардай, бәлкім сен бақытым боп жана алмассың. Тірліктің талай гүлі солғанменен, келгеніне өкінбесең, өкінбесең, өкінбесең. Өмірге келгеніне өкінбесең, өкінбесең, өкінбесең. Рахмет, қошеметтеріңіз болсын. Қайырназар Айтбеков, ал бір мақал айтайын. Тойсаң бір тобал қыл деген, асылығың асқынса кездесер аштық бір деген. Ықпалың қанша асса да бір қалыпты жүр деген. Пайда бермес басың ал көкіректі кернеп сөйлеген. Пайда бермес басың ал көкіректі кернеп сөйлеген.
басыңа түссе істеген, жалғыздық көріп жалығар қадірін көптің білмеген. Ала байлап сөйлесең аузыңа, дұшпанның бірі тілдеген. Өзіңе жеңіл болғанмен өзгеге ауыр зілдеген. Өзіңе жеңіл болғанмен өзгеге ауыр зілдеген. Жоқ анық шын деген, менен зор ешкім жоқ деме, болса да күшін көп деген. Асылығың асқын сау, санасы көппен жүр деген. Асылығың асқын сау, санасы көппен жүр деген. Сөзбенен елді қаңыртпа, адамның өмірі гүл деген. Сым темір болсаң балға бар, қамырдай қылып үйлеген. Жүрекке томар деген сөз, сүрінсең найза түйреген. Ескі сарай бұл дүние, кімдер бір келіп кетпеген. Ескі сарай бұл дүние, кімдер бір келіп кетпеген. Кімдер бір дәурен сүрмеген, Тақ Сүлеймен пайғамбар ас тұстың жердің билеген. Үрістен дастан Әлішер, шапқанда жауы күйреген. Солардан кәнегім қалдау, ажалдың оғау тимеген. Солардан кәнегім қалдау, ажалдың оғау тимеген. Қымбат көрермен, бізге қазақ елінің құрметіне Равшан Ходжиев, елім менің, қарсы алыңыздар, мереке құтты болсын. Өзі жатыр, мұра қылып қалдырған артына. Бір дана әулие, бір батыр, сүйеніш болған халқына. Еңселі
edim sırrım aksiyetini dağlar dübeni gelin ağanene еңселіп айтер едім келеді саған ғана саған ертеледім келін менің Рахмет, қадірлі қауым, қымбатты көрермен, қымбатты Атақан сауын тұрғын. Алтын уақыттарыңыз қиып, әдемі кешімізді бөлісіп, керемет көңіл күйде отырған сіздерге де үлкен рахмет. Келесі мерекелік кештеде жолыққанша аман сау болыңыздар. Мерекелік күндеріңіз көп болсын ағайын. Рахмет.